онан басқа жүректің қасиеттерін анықтап біле алмайды. Рахымдылық, мейірбандылық, әрбір түрлі істе адам баласын өз бауырым деп өзіне ойлағандай ойды. Оларға да болса егеді демек, бұлар жүрексі. Асықтық та жүрексі. Тіл жүректің айтқанына көнсе жалған шықпайды. Амалдың тілін алса жүрек ұмыт қалады. Біздің қазақтың жүректісі мақтауға сыймайды. Айтқанға көнгіш, уағдада тұрғыш, бойын жаманшылықтан тез жиып алғыш. Көштің соңынан итше ере бермей, адасқан көптің атының басын бұрып алуға жараған, әділетті, ақыл мойындаған нәрсеге оңайда болса мойындау, әділетті ақыл мойындамаған нәрсеге қиында болса мойындау, ерлік, батырлық осы болмаса, қазақтың айтқан батыры әншейін жүректе емес, қасқыр жүректі деген сөз. Қазақта адам баласы ғой, көбі ақылсыздығынан азбайды. Ақылдының сөзін ұғып аларлық жүректе қайрат, жігер, байлаулықтың жоқтығынан азады. Білместігімнен қылдым дегеннің көбіне нанбаймын. Білімді білсе де арсыз, қайратсыздығынан ескермей ұстамай кетеді. Жаманшылыққа бір елігіп кеткен соң бойын жиып алып кетерлік қайрат қазақта кем болады. Осы жұрттың көбінің айтып жүрген мықты жігіт, ойбау, ер жігіт, пысық жігіт деп ат қойып жүрген кісілердің бәрі пәлеге, жаманшылыққа еліртпек үшін бірін-бірі айна батырлап қыздырып алады да, артын ойлатпай азғыратығын сөздері. Әйтпесе Құдайға терістіктен, не ар мен ұятқа терістіктен сілкініп, бойын жиып ала алмаған кісі үнемі жаманшылыққа, мақтанға салынып, өз бойын өзі бір тексермей кеткен кісі тәуір түгіл, әуелі адам ба өзі?